Сәлем достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге сүзбелі ірімшіктен жасалған пирогтың рецептімен бөлісемін. Ең бірінші қамырын дайындап аламын. Ол үшін ұнға сары майды салып, қолмен үгітіп, крошка жасап аламын. Дәл осылай біркелкі болып шығады. Үстінен қопсытқыш, қант, қаймақты қосып, қамырымызды қолмен араластырамыз. Жақсылап қолмен араластырып, жұмсақ қамыр етіп илейтін боламыз. Қамырымызды дайын болған соң тоңазытқышқа салып қоямыз. Ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін творог қажет болады. Қаймақ, қант және де жұмыртқаны жарып салып аламыз. Ал енді мен дәл осындай қылып шанышқымен езіп алдым. Сүзбенің түйіршіктерін осылай шанышқымен езіп, біркелкі масса етіп жасап алдым. Сіздер блендерларыңыз болатын болса, блендермен езіп алсаңыздар болады. Сүзбелі салмамыз дайын болды. Мен осылай лопаткамен шет-шетін жинап алдым. Ал енді біз табамызды дайындаймыз. Мен осындай таба қолданамын. Астына пергамент қағазын төсейтін боламыз міндетті түрде. Пирогтарыңыз оңай шешілу үшін осындай пергамент қағазын қолданыңыздар. Немесе жай табаға пісіретін болсаңыздар, ол кезде табаларыңызды майлап, сосын барып пирогтарыңыздың қамырын орналастырасыздар. Дайындап алған қамырымызды алып, осылай табаға жаймен деп жайып шығамыз. Егер де қолдарыңызға жабысып жатқан жағдайда, кішкене қолдарыңызды ұнға батырып, осылай табаларыңызға жайып алсаңыздар болады. Кішкене жан-жағына қарай осылай қамырларымызды шығарамыз. Себебі біз бортик жасауымыз қажет. Сол үшін осылай кішкене қамырды шетке қарай шығарып, яғни табамыздың бойына қарай қамырымызды жайып шығатын боламыз. Қараңыздар, видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар дұрыс болады. Ал енді салмасын салып, шет-шетіне жайып шығатын боламыз. Ал енді достар, пешімізді 180 градусқа қыздырып, жарты сағат көлемінде пісіріп алатын боламыз. Міне, біз қазір пирогымызды қалыбынан босатамыз. Осылай кішкене пышақтың көмегімен шет-шетінен бір айналдырып жүргізіп шығасыздар. Пирогтарыңызды толық суығаннан кейін барып, осы қалпынан шешіп ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Дәл осы рецептті жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, егер дәл осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Сіздердің әрқайсыларыңыздың ойларыңыз мен үшін маңызды. Егер жасап жатсаңыздар, қалай шықты, сонымен де бөліссеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын.